Айында мынау Улжан базар, Саянур, Астана. Міне ар жағында міне мынаның артында продуктовый бар, екінші қатардан. Продуктовыйға кірдім. 15-ші бутик продуктовый екен. Соған кіремді 29 мың 250 теңгеге сауда істедім. Енді айтам, сізге қалай наличка берейін бе, Каспий ме? Ой, айтады, наличка ыңғайлы дейді. Жақсы. Давай 29 мың теңге мен наличка берейін, 250 теңгесін түсіріп беріңіз деймін. Жоқ, түсірмеймін дейді, прикинь. Мен айтам, неге аға, мынау не базар ғой, базарға саудаласуға келеміз, кішкене қызық көреміз. Дегенде 250 теңгеден ештемем кетпейді ғой, былай қарасаң. Мен жоқ, түсірмеймін дейді. Мен жарайды, алмаймын дедім да, шығып кетіп қалдым да, енді басқа жерден аламын, не істеймін. Но базар ғой ағайындар, енді қазір енді сауда жоқ дейсіңдер да, 30 мың теңге саудадан айырып тұрсын, какой-то 250 теңге үшін да, қалай да түсінбеймін мен. Не үшін солай қатаясыңдар да? Сауда ғой, 250 теңге түсіріп берсең ештемен кетпейді ғой, базар ғой бұл, централ маркет емес, анау мынау чек ештеме сұрап жатқан жоқ сенен ешкім.